қатар бір көшеде. Бірде сүтті шай сатылса да, кейбір дүкендердің алдында күнде ұзын сонар кезек болып, қызметкерлердің қолы мүлдем тимей жататынын. Ал кейбір дүкендерде сауда саябыр. Даяшылардың фирігіп телефон шұқылап отыратынын ойлап көрдіңіз бе? Неліктен кәсіп бастағанда, кейбіреулер дұрыс бағытты тапқандай болып, истери үрге домалайды. Ал кейбіреулер бар жиған тергенін салса да, түпсіз таңдайыққа түскендей, жанталасып, әрең жүреді. Көршінің шайы дәмдірек пе? Iki талай. Мию. Жолы болған адам ақылдырақ па? Әлде еңбек құрма. Олай да екі талай. Мұның астарындағы айырмашылық сыртқы жылтырақта емес. Бизнестің түпкі логикасын қаншалықты терең түсінуде жатыр. Бүгінгі бейне ролик. Сіз видео көре бастағалы бері коммерциялық тұманды сейілтіп, ақша табудың мәнін көруге көмектесетін ең пайдалы видео болуы мүмкін. Себебі, мен сізге маған қатты әсер еткен кітапты егжей-тегжейліп түсіндіріп беремін. Бұл Су Иньхуаның бизнестің түпкі логикасы кітабы. Бұл кітап сізге 3 күнде табысқа жетуді, немесе 7 күнде байып кетудің жылдам әдістерін үйретпеді. Олардың барлығы жай ғана қияли, 3-4 әдістер. Бүгін пайдалы болса да, ертең жарамсыз болып қалуы мүмкін. Бұл кітаптың мықтылығы сонда. Ол сізді сыртқы көріністен өткізіп, мәңгі өзгермейтін, барлық коммерциялық қызметті басқаратын заңдылықтарға жол ашады. Ашығын айтқанда, ол сізге бизнес әлемінің физикалық заңдарын үйретеді. Үздік оқушының математика есебіне қарайтыны сияқты бизнеске қарауға мүмкіндік береді. Бір қарағандақ, негізгі өзегін ұстайсыз. Сіз қосымша табыс іздеген қызметкер болсаңыз да, кәсіпкерлік жолында ізденіп жүрген кәсіпкер болсаңыз да, немесе жай ғана білгіңіз келсе, сауда әлемі қалай жұмыс істейтінін, бұл кітаптың сізге беретін құндылығы санаңызда жарылыс жасайтындай болады. Ол сізге түсіндіреді. Бұрын сіз сәттіліктің арқасында ақша тапқан болсаңыз, ал бұдан былай, сіз таным түсінігіңіз арқылы ақша табуды үйренесіз. Таным дұрыс қалыптасса, ақша табу табиғи нәтиже. Жарайды. Бірінші түпкі логикаға көшеміз. Бұл сонымен қатар ең негізгі логика. Құндылық логикасы деп аталады. Су Иньхуа кітапта дәлме-дәл атап көрсетеді. Коммерцияның мәні құндылық алмасу. Сіз тапқан әрбір тиын басқалардың мәселесін шешіп, құндылық жасағаныңыздың баламасы. Бұл сөз қарапайым естіледі ме? Бірақ көптеген адамдар бизнес жасағанда осы ең негізгі логиканы бұзады. Біз үнемі қанша ақша тапқымыз келетініне назар аударамыз. Оның орнына мынаны ойлауымыз керек. Мен өз клиенттеріме қандай құндылық ұсына аламын? Кітапта өте қарапайым мысал келтірілген. Елестетіңіз, сіз ыстық шөл далада ұзақ жүрдіңіз. Шөл дегеніңіз сонша әлсіреп барасыз. Осы кезде біреу мұздай су ұсынса, сіз сол бөтелке су үшін қанша төлеуге дайын болар едіңіз? 1000, 10 мың, әлде 100 мың, бәлкім бәріне де келісерсіз. Өйткені сол сәтте бұл су сіз үшін тірі қалу мәселесін шешіп тұрса, оның құндылығы орасан зор. Бірақ дәл сол су үйіміздің астымдағы дүкенде тұрса, оның бағасы бар болғаны 100 теңге. Су сол баяғы су. Неге баға айырмашылығы соншалықты үлкен? Өйткені сіздің қажеттілік деңгейіңіз әртүрлі. Ол сізге беретін құндылық сезімі де әртүрлі. Сондықтан ақша табудың бірінші қадамы соқ. Ақша іздеу емес. Шөл далада, шөл деп өлейін деп жатқан адамды табу. Сосын оған дәл уақытында су ұсыну. Бұл құндылық логикасының өзегі. Көптеген адамдардың бизнесі сәтсіз болуының себебі осы жерде қателік жіберуінде. Олар мейрамхана ашады да, менің аспаздық өнерім керемет, міндетті түрде табысты боламын, деп ойлайды. Бірақ ешқашан ойланбайды. Маңайдағы тұрғындардың нақты қажеттілігіне, оларға қонақ күтетін қымбат мейрамхана керек пе? Әлде дәмді әрі жылдам түскі ас беретін асхана керек пе? Сіздің құндылығыңыз тұтынушының қажеттілігімен дәл сәйкес келуі керек. Тағы бір сәтті мысалды қарастырайық. Бұл бәріне таныс. Сандет рестораны. Оның қазақи ұлттық тағамдары дәмді ме? Әрине, өзгеше. Бірақ сол тектес тағамдарды басқа кафелерде шығара береді. Неге Сандық феноменалды компанияға айналды? Себебі ол ұсынатын негізгі құндылық. Жай ғана тамақтандыру емес. Бұл жоғары деңгейдегі қызмет көрсету және эмоционалды құндылық. Қуан қатырыңызды ертіп келсеңіз, қазақтың дәстүрлі тағамдарын тарихмен, мәнімен қоса түсіндіреді. Ұлттық мақтаныш сезім сыйлайды. Сыйлы қонағыңыз өзгеше ортаға келгенін сезінеді. Мейрамхананың ортасы ұлттық нақыштар, қазақи киінген елгезек қыз-жігіттер, әсіресе алыстан келген қуан қатырымызды таң қалдырады. Тек ғана аз ішудің өзінде
ұлттық мәдениетіміз бен тарихымызға сапарлап қайтқандай боламыз. Бұл ерекше құндылықты сол кезде басқа дәмхана, мейрамханалар ұсынбаған еді. Сондықтан ол табысқа жетті. Әрі баға қою мүмкіндігі өте жоғары болды. Ал біздің көпшілігіміз бизнес жасағанда үзіндік құнға негізделген баға белгілеу қателігіне оңай ұрынамыз. Мысалы, мен дүкен аштым. Жалға алу ақысы 500 мың. Жұмысшы жалақысы 500 мың. Шикізат құны қанша? Сосын есептейміз. Пайда табу үшін қаншаға сатуым керек? Бұл менбеген көзқараспен қарау. Ал құндылық логикасы бізден тұтынушы көзқарасына ауысуды талап етеді. Менің өнімім мен қызметім тұтынушыға қаншалықты құндылық әкеледі. Осы құндылық үшін тұтынушы қанша ақша айырбастауға дайын? Сондықтан қазірден бастап осы логиканы қолданып, өз бизнесіңізді немесе жұмысыңызды қайта қарап шығыңыз. Сіз шөл далада су жеткізіп жүрсіз бе? Сіздің суыңыз біреудің жай шөлін басама, әлде шөлді бөлу қаупін шеше ме? Сіз ұсынатын құндылық басқалар оңай алмастыра алмайтын нәрсе ме? Осы сұрақтарды анықтап алсаңыз, ақша табудың негізін дұрыс табасыз. Құндылықтың негіз екенін түсіндік. Енді келесі сұрақ туындайды. Сіз ұсынатын құндылықтың басқаларға қажет екеніне қалай көз жеткізуге болады? Бұл бізді екінші маңызды түпкі логикаға алып келеді. Бұл сұраныс логикасы. Нағыз сұраныс көбінесе шағымдар мен ыңғайсыздықтардың ішінде жасырынып жатады. Су Инхуа айтады. Тұтынушы өнімнің өзі үшін ақша төлемейді. Ол өнім қанағаттандыратын сұраныс үшін ақша төлейді. Ең қызығы сол, тұтынушылардың ойы мен сөзі бір жерден шықпауы мүмкін. Олар айтқан сұраныс шынайы сұраныс болмауы мүмкін. Мұны қалай түсінуге болады? Мен кітаптағы қызықты бір ойды айтып берейін. Клиент маған жүйрік ат керек дейді. Егер сіз тек атқа назар аударсаңыз, сіз ешқашан автомобиль ойлап таба алмайсыз. Оның нақты қажеттілігі межелі жерге тезірек жету, ат емес. Генри Форд осы негізгі сұранысты көрді. Сондықтан ол автомобиль жасап шығарды. Арба өнеркәсібінде төңкеріс жасады. Ол терең, шынайы қажеттіліктерді қалай табуға болады? Жауабы: шағымдарды тыңдау, өзгермейтін нәрселерді бақылау. Барлық ұлы бизнес мүмкіндіктері үлкен қолайсыздықты шешуден басталады. Каспий қандай қолайсыздықты шешті? Адамдардың дүкен аралауға уақыты жоқтығын шешті. Яндекс такси қызметтері жаңбырлы күндері, кептеліс уақытында, жол бойында жарты сағат тұрып, көлік ұстай алмау мәселесін шешті. Глобо қандай қолайсыздықты шешті? Кафеге барып тамақ жеу қолайсыз кезді. Үйде жұмыста тамақ істеу мүмкін болмаса, тамақты қалаған кафеден алдыра салу мәселесін шешті. Бұл компаниялардың үлкен болып өсуінің себебі олар тапқан қажеттіліктер. Бұқаралық, жиі қайталанатын, өте қатты мазалайтын мәселелер. Біз сияқты қарапайым адамдар үшін міндетті түрде платформалық компания құрудың қажеті жоқ. Бірақ бұл ойлау жүйесін өмірде және жұмыста қолдануға болады. Мысалы, сіз жас анасыз, сіз жиі шағымданасыз ба? Балаға қосымша тамақ дайындау қиын. Уақыт алады әрі құнары сақталама деп уайымдаймын. Бұл шағымның артында үлкен сұраныс жатыр. Сондықтан қазір дайын балалар тағамы, тағам дайындау курстары танымал болып кетті. Сіз кеңсе қызметкерісіз, жиі шағымданасыз ба? Жұмысқа барып келу уақыты тым ұзақ. Өмірім босқа өтіп жатыр. Бұл сұраныс ақылы білім беруді, аудио кітаптардың дамуын тудырды. Су Инхуа кітапта өз тәжірибесімен бөлісті. Ол алғашқы кезде тренинг өткізгенде, оқушылар сабақта шәбітпәніп тыңдайтынын байқады. Бірақ үйге барған соң іске асыру қиын болып, нәтижесі төмендейтін. Оқушылардың шағымы: әдіс жақсы, бірақ қолдана алмаймыз. Ол осы терең сұранысты көрді. Мәселе көп сабақ тыңдауда емес, біреудің жетекшілігімен жасап, нәтиже шығаруда екенін түсінді. Сөйтіп ол бизнес моделін өзгертті. Тек дәріс оқып қана қоймай, сүйемелдеу жаттығуларын қосты, іске асыру кезеңін енгізді. Құндылық бірден артты, бизнесі де жүріп кетті. Сондықтан, қандай кәсіп бастауды білмесеңіз, немесе бизнесіңіз тоқырауға ұшыраса, басыңызды қатырмай, сыртқа шығыңыз. Мақсатты аудиторияңызға барыңыз. Олардың не нәрсеге шағымданатынын тыңдаңыз. Олар бір істі атқарғанда, қай жері ыңғайсыз, қай жері уақыт алады, не нәрсе қатты мазалайтынын бақылаңыз. Сондықтан, сіздің инновация мен құндылық жасайтын мүмкіндігіңіз сұранысты табу, бағыт. Бірақ бағыт болғанмен, істі қалай жүзеге асыруға болады, және оны қалай үздіксіз жүргізуге болады. Бұл жерде біз үшінші өте маңызды логикаға келеміз. Ол сіздің бизнесіңіз шағын ғана кәсіп бола ма?
Әлде дұрыс айналымдағы жүйе болама, соны шешеді. Үшінші түпкі логика. Жүйе логикасы. Бұл шағым кәсіпкер мен нағыз бизнесменнің арасындағы басты айырмашылық. Кітапта классикалық оқиға баяндалады. Оны көпшілік естіген шығар. Бірақ Суин Хуа оны бизнеспен өте жақсы байланыстырған. Әңгімеде су тапшы екі ауыл туралы айтылады. Олар алыстағы өзеннен су тасуға мұқтаж. Ауыл оларға ақы төлейді. Әр шелек үшін есептеледі. Бірінші адам. Оны Азамат деп атайық. Нәби кеме мықты. Екінші адам Ақылбек ойланады. Егер мен күнде су тасысам, ауырып қалсам, немесе шаршасам, табыссыз қаламын. Сондықтан ол басында қиналса да, жан тәнімен су тасудың орнына, өзеннен ауылға дейін құбыр тартуға кіріседі. Бастапқыда Азамат Ақылбектен әлде қайда көп табыс табады. Ақылбекті бос іспен айналысып жүр деп мазақтайды. Бірақ құбыр тартылып біткен сәттен бастап, су ауылға тоқтаусыз аға бастайды. Ақылбек жатып ұйықтасады. Табыс түсіп тұрады. Ал Азамат әлі күнге дейін өз күшіне сеніп, бір күндік еңбегін, бір күндік ақшаға айырбастап жүр. Азамат белсенді табысты білдіреді. Жұмыс істесең ақша бар. Ал Ақылбек табыс жүйесін құрды. Бір рет жасады. Енді соның жемісін көруде. Бизнесте көптеген кәсіпкерлер Азамат сияқты өмір сүреді. Мысалы, дүкен ашады. Бастық негізгі бәсекелестік күш. Бастық болмаса жұмыс жүрмейді. Жоба алады. Бастық негізгі қызметкер. Барлық маңызды сәттерді өзі қадағалауы керек. Бұл модельдің өсу шегу өте төмен. Және сізді шаршатып жібереді. Өйткені сіз су тасып жүрсіз. Ал нағыз кәсіпкерлік ойлау жүйесі Ақылбек сияқты болу. Бірінші күннен бастап, құбырды қалай жүргізуді ойлау. Яғни коммерциялық жүйені құру. Бұл жүйе әдетте мыналарды қамтиды. Стандартталған өнім процесі. Қысқаша SOP. Көшірмесін жасауға болатын командалық құрылым. Принттелген маркетинг және клиент тарту әдісі. Автоматтандырылған қаржылық басқару жүйесі және т.б. Мысалы Макдональдс. Көп адамдар Макдональдсты гамбургер сатады деп ойлайды. Бірақ оның ұлылығы сонда. Ол негізінен жүйе сататын компания. Ол өте стандартталған жұмыс жүйесін құрды. Мысалы, фрикар тобы қанша секунд қуырылады. Ет котлетінің қалыңдығы қандай болуы керек. Қызметкерлер қалай амандасуы керек. Бәрі жазылған. Әлемнің кез келген жеріндегі Макдональдс дүкенінде дәми мен қызмет көрсету тәжірибесі бірдей. Бұл жүйе қызметкерлерді тез оқытуға, бүкіл әлем бойынша жылдам филиал ашуға мүмкіндік береді. Ол терең жүйелік құндылыққа қол жеткізді. Керісінше, көптеген дәмді мейрамханалар неге үлкей алмайды? Себебі олардың дәмі белгілі бір аспазға тәуелді. Қызметі бастықтың тікелей қатысуына тәуелді. Олар өздерін жеке тұлғаға тәуелсіз жүйеге айналдырмаған. Кеңейгісі келсе сапасы бұзылады. Бұл жүйеленбеудің нәтижесі. Сондықтан Суин Хуа былай дейді. Кәсіпкер міндетті түрде іс атқарушы адамнан жүйе құрушы адамға айналуы керек. Сіздің мақсатыңыз қаншалықты іскер екеніңізді көрсету емес. Өзіңізді нақты жұмыстардан босатып алу болуы керек. Сіз мынаны ойлауыңыз керек. Сәтілімді қалай жүйелеуге болады? Қызмет көрсетуді қалай процеске айналдырамын? Басқаруды қалай автоматтандырамын? Осы құбырларды тұрып біткенде ғана бизнесіңіз ауқымды деңгейге шыға алады. Сіз шынайы еркіндікке қол жеткізесіз. Жүйе логикасы бізге күш пен ақша табудан модель арқылы ақша табуға көшуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл әлі ең жоғары деңгей емес. Бизнес әлеміндегі ең жоғары бәсекелестік. Біз көре алмайтын және ұстай алмайтын жерде өтеді. Бұл таным логикасы. Барлық бизнес бәсекелестігі түбінде таным бәсекелестігі болып табылады. Суин Хуа кітапта өте өткір пікір білдіреді. Сіз ешқашан өз танымыңыздан тыс ақша таба алмайсыз. Сәттілікпен тауып алсаңыз да, соңында өз деңгейіңізге сай жоғалтасыз. Бұл сөз жанға батса да өте шыншыл. Таным дегеніміз не? Қарапайым айтқанда, бұл сіздің әлемге қалай қарайтыныңыз, бизнес заңдылықтарын қалай түсінетініңіз, яғни сіздің ойлау тәсіліңіз, сіздің өрісіңіз бен көрегендігіңіз. Бизнес бәсекелестігі. Сырттай қарағанда, өнім, баға, арналар бәсекесі сияқты. Тереңірек үңілсеңіз, таланттар, басқару және стратегия бәсекесі. Бірақ осының бәрін ашып қарасаңыз, ең түпкі бәсеке, кәсіпкердің таным деңгейінің бәсекесі. Бірнеше жыл бұрын басталған қоғамдастық сауда соғысы естеріңізде шығар. Сол кезде ірі алпауыттар жүздеген миллиард ақша құйып, субсидия беріп, ұйымдастырушылар мен клиенттерге таласты. Егер тек сырттан қарасаңыз, бұл капитал мен ресурстар жарысы деп ойлайсыз.
Бірақ таным деңгейінен қарасаңыз. Осы бірнеше бастықтың танымы әртүрлі әдістерді қалыптастырды. Біреуінің танымы бұл жаңа трафик көзі. Мен міндетті түрде орын алуым керек. Сондықтан ол субсидия беріп, ауқым мен жылдамдыққа ұмтылды. Ал басқа бастықтың танымы тереңірек болуы мүмкін. Бұл дәстүрлі бөлшек сауда жеткізу тізбегін толығымен қайта құру және тиімділік революциясы. Түбінде жеткізу тізбегі supply chain қабілеті сыналады. Бұл екі түрлі таным мүлдем басқа стратегиялық мақсаттарға және ресурстарды жұмсауға әкеледі. Нәтижесін көрдік. Соқыр субсидия бергендер нарықтан кетті. Ал тірі қалғандар жеткізу тізбегі мен операциялық жұмыстарға шындап кіріскендер. Өмірімізге жақын тағы бір мысал айтайын. Тікелей эфирде сауда жасау трендіне келгенде. Аның танымы бұл тез ақша әкеледі. Арзан тауар алып келіп сатайын. Вінің танымы бұл адам, тауар және орынды қайта құру. Бренд пен қолданушы арасында терең байланыс орнатудың үздік мүмкіндігі. Біраз ақша табуы мүмкін. Бірақ тауар сапасына байланысты нарықтан кетуі ықтимал. Алғы тауарды мұқият таңдайды, қызметті жақсартады, бедел жинайды, пиптей өз брендін қалыптастырады. Уақыт өте келе, айырмашылық айқын болады. Бұл толығымен таным айырмашылығының нәтижесі. Сондықтан Суинхуа айтады, коммерциялық қабілетіңізді арттырудың ең негізгі жолы көп техника үйрену емес, таным деңгейінің шегін үздіксіз көтеру. Сіз көп оқуыңыз керек, жер көруіңіз керек. Білгір адамдармен сөйлесуіңіз керек. Еске ойлау шеңберінен шығып, тереңірек, кеңірек көзқараспен қарауыңыз керек. Трендті басқалардан жарты қадам бұрын байқасаңыз, тұтынушы сұранысын басқалардан тереңірек түсінсеңіз, бизнес модель құруда басқалардан бір саты жоғары тұрсаңыз, дұрыс шешім қабылдап, басқалар көрмеген мүмкіндікті ұстайсыз. Бұл таным арқылы басымдыққа ие болу. Жарайды. Біз қысқаша қорытындылайық. Бүгін айтылған бизнестің төрт түпкі логикасы. Құндылық логикасы, тамыр. Неге ақша табатыныңызды шешеді. Сұраныс логикасы бағыт ақшаның қайда екенін көрсетеді. Жүйе логикасы әдіс қалай тұрақты ақша табуды үйретеді. Таным логикасы шектеу потолок. Сіздің қанша ақша тауып, қаншалықты алысқа баратыныңызды шешеді. Осы жерге дейін айтқанда, сізде мынадай сезім болды ма? Миыңыздағы шашыраңқы бизнес түсініктері кенеттен бір жіпке тізілгендей болды ма? Бұл түпкі логиканы үйренудің құдіреті. Ол сізге шашыраңқы ақпарат емес, нақты құрылым береді. Бизнестің түпкі логикасы кітабы бізге төрт білім нүктесін ғана емес, ойлау жүйесінің жаңаруын сыйлайды. Ол бізді сырттан бақылаушы тұтынушыдан, адасқан қатысушыдан, істің мәнін түсінетін ойшуға айналдырады. Енді сіз көшедегі дүкендердің жағдайына, кәсіпорынның жетістігі мен сәтсіздігіне қарағанда, типтей өз жұмысыңыз бен мансабыңызға қарағанда, мүлдем басқа көзқараспен және тереңдікпен қарайтын боласыз. Соңында кітаптан маған қатты әсер еткен бүгінгі танымды қорытындылайтын бір пікірмен бөліскім келеді. Бұл әлемнің ең үлкен әділдігі сонда. Сіздің байлығыңыз танымыңыздан асып кеткенде. Бұл әлемде сізді орныңызға қоятын 100 түрлі әдіс бар. Байлығыңыз бен танымыңыз сәйкес келгенге дейін. Сондықтан үздіксіз оқу, танымды арттыры. Жай ғана әдемі сөз емес. Бұл осы замандағы өзін-өзі қорғаудың және құндылықты арттырудың ең сенімді жолы. Бүгінгі бейнеролик сіздің танымдық жаңару жолыңыздағы маңызды іргетас болады деп үміттенемін.